Bionorica компаниясы ұсынған канефрон препараты туралы қазақша ақпарат. Саудалық атауы канефрон. Құрамында белсенді заттар, толғақ шөбі, дәрілік сүймен тамыры және гүлшетен жапырақтары. Фармакодинамикасы. Канефрон N белсенді компоненттері диуретикалық, спазмолитикалық, қабынуға қарсы, бактерияға қарсы және қан айналымын көтермелейтін әсерге ие. Маңызды фармакологиялық ингредиенттер мыналар болып табылады: эфир майлары, сүймен тамыр, гүлшетен, фенольді қышқылдар, гүлшетен, сүймен тамыр, толғақ шөбі, фталиттер, сүймен тамыр және кермектер, яғни толғақ шөбі. Препараттың спазмолитикалық әсері дәрілік сүймен тамыры мен толғақ шөбінің кермектері құрамына кіретін фталиттер есебінен таралады. Қан тамырларын кеңейтетін әсерлері қуық пен несеп шығару жолдарының тамыр қабырғаларының тонусын төмендетуде көрінеді. Бұл диурездің ұлғаюына әкеледі. Несеп айдайтын әсері гүлшетен жапырақтары құрамындағы фенилкарбон қышқылдарының осмостық қысымының жоғарылауымен түсіндіріледі. Қолданылуы: жедел және созылмалы цистит, пилонефрит, несеп тастарының түзілуінің алдын алуда, несеп тастарын операциялық алғаннан кейін. Қолданылу тәсілі және дозалары: ересектерге 2 таблеткадан күніне 3 рет, 6 жастан асқан балаларға 1 таблеткадан күніне 3 рет. Жағымсыз әсерлері болуы мүмкін. Препарат компоненттеріне аллергиялық реакциялар, бөртпе немесе қышыну. Аллергиялық реакцияның алғашқы белгілерінде препаратты қабылдауды тоқтату керек. Қолдануға болмайтын жағдайлар: препарат компоненттеріне жоғары жекелей сезімталдық, жедел кезеңдегі асқазан мен 12 елі ішектің ойық жарасы және 6 жасқа дейінгі балаларға қолдануға болмайды. Сіздермен бірге болған дәріхана арнасы. Менің каналыма міндетті түрде тіркеліп, таныстарыңызбен, достарыңызбен бөлісе отырыңыз.